Assalamu alaikum, құрметті достар. Бұл эскиз бөлімінің екінші сабағы. Өткенде біз эскиз бөліміндегі пышақты, яғни қайшыны біз қалай қолдануды көрген болатынбыз. Бұл жерде қайшыны қолдану үшін мына жерде бірнеше функциялар бар. Бізде маған ең көп қолданатыным мына функция. Мысалы, мынаның бір жақсысы, осылай бізде осылай істей берсек, өзіміздің қалаған сызбамызда, өзіміздің жанасқан өшіргіміз келген осындай сызбаларды осылай өшіріп тастауға болады. Я болмаса, мына жердегі мынамен де өшіре аласыз. Мысалы, жанасқан сызбаларды, мысалы, бассаңыз, тура осылай бізде өшіре алады. Ендігі кезекте, мына жердегі мынаның сыртына тура осындай аралығы 10 мм болатын сызық сызу үшін біз мына функцияны қолданамыз. Мынаны басамыз. Басқаннан кейін 10 мм мына жерге біз аралығын жазамыз. Қанша миллиметр аралық керек бізге? Мысалы, 10 дейтін болсақ, 10 деп жазамыз. Сызықты таңдаймыз. Сызықты таңдадық, міне. Сыртына қарай кетті. Ішіне қарай кіргізгіміз келсе, ішін бассақ та болады, міне. Қараңыздар, сызықты таңдадық, міне. Мына жерден ішін бассақ, ішіне сыртына қарай 2 рет бассаңыз, міне. Қараңыздар, осы жерде іші сыртын белгілей аласыздар. Я болмаса, бір уақытта іші сыртына 10 мм-ден сызғымыз келетін болса, мынаны бассақ болады, міне. Мынаны бассақ болады. Бір уақытта іші сыртына 10 мм сызық сызып береді. Яғни 15 мм сызық сызғыңыз келсе, мысалы, мына сызықтан мынаған дейін 15 мм, мынадан мынаған дейін 15 мм деген сөз. 15 мм сызықты біз осылай сызып алдық. Енді мынаның қақ ортасынан, яғни мысалы мына жерде мен сызық сыздым. Мына жарты шарды қалдырғымыз келетін болса, мына жағын қалай өшіреміз дейтін болсақ, мысалы бағанағы өзіміздің қайшымызбен ақырын осылай шайқап шықсақ, мысалы ақ жерден тышқанның, яғни мышканың сол жағын басып, ақырын жылжытып отырамыз, міне. Жылжытып болсақ, осылай кесіп шығады, міне. Қараңыздар, жартысын кесіп алды. Тура осы сияқты мынаған келетін болсақ, мынау симметрия бөлімі. Мысалы, мынаның симметриясын жасау үшін менде мына жаққа бір сызық сызам. Сызықты сыздым, яғни өстік сызық болу керек бұнымыз. Өстік сызықты сыздым. Енді бет алды таңдаймын. Сызылатын сызығымызды, яғни мына жаққа ауысатын симметрия болатын сызықты таңдадық. Енді мынаны басамын. Басқаннан кейін мынау талданып тұр. Енді мына жерге, яғни өстік сызықты таңдаймыз мына жерге. Өстік сызықты таңдадық. Бірден тышқанның, яғни мышканың оң жағын бассақ болады. Міне. Енді мына жердегі мынадай бір зат бар, мән бере кететін зат. Мынаны таңдағаннан кейін мына жерде копия деген бар. Яғни сізде мынаны көшірген кезде мынаның көшірме нұсқасы да бірге кететіндей. Мысалы, мынаны таңдадық. Мынаның көшірме нұсқасы бірге кететіндей болу үшін мына қараңыз, мына жақта еш нәрсе қалмады. Жалпы осылай сізде жұмыс жасай аласыздар. Енді смарт өлшем дейді, яғни автоматты түрдегі өлшемдерін біз қалай жазамыз, қалай енгіземіз. Мысалы, менің жерде шеңбер сыздым. Шеңберлер бар. 4 бұрыштар сызайын қазір. Мысалы, 4 бұрыш сыздым. Енді осының өлшемдерін қалай жазып, өлшемге қалай келтіремін. Мысалы, мынаған мен 700 мм-лік істейтін болсам, 700 мм диаметр керек болса, 700 деп таңдаймын, ентерді басамын. Міне, қараңыздар. Мына жерге де тура сондай сызықты таңдаймыз. Ақ жерге келіп, өзімізге ұнаған белгілі бір орталыққа алып келіп, тышқанның сол жағын, яғни мышканың сол жағын басамыз. Мына жерге өлшем жазатын жер өзі шығады. Мына жерге мен 500 деп жазайын, мысалы. 500 деп жаздым. Мына жерге де сондай. Тура осы жерге алып келдім. Басамын. Мына жерге де 500 деп жазайын. 500 деп жаздым. Яғни бізде смарт өлшем, яғни белгілі бір өлшемді біз осылай жаза аламыз. Міне, қараңыздар.
2 нүкте арасы. Бұл біздің эскиз бөлімінің 2-ші сабағы. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Алла зейіндеріңізді ашып, істеріңізге берекет берсін.